Жалпы Алматы Wildberries'те миллионға шығу оңай ма? Айтқанда бірге бір істесе түстеуге болады. Так, оборот қазір уақытта айналым. Айына в среднем 2,5-3 миллион айналасында. Прибыль қанша? Сол 1 миллион. И қанша сағатта түсті мың заявка? Бір 2-3 минутта. 3 минутта мың заявка. Так, кеше ФО-ға товар жібердім дедің. Иә, Қанша бере ғой? 8,5 миллионға товар жібердім. Қазақстанға тура сол товарды мушт сатуға болады ма? Қазақстанда ма? Жоқ. Wildberries'ке неге кіру керек? Егер сіз маркетингтен жоқ болсаңыз, одан Instagram жүргізу, TikTok жүргізу, клиентпен сөйлесу, мен суық клиент, ыстық клиентпен бөліп, WhatsApp пен переписка жүріп сатудан бас қатырғыңыз келмесе, онда сізге Wildberries'ке кіру керек. Қайырлы достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сала таңдау каналы құрметті достар. Естеріңізде болса, осыдан 1-2 жыл бұрын жалпы Wildberries деген сала біздің нарыққа кіріп, кішкене біраз тренд болған. Бұрын Wildberries'тің склад бос тұратын болса, қазір барсаңыздар, енді продавецтен көп зат жоқ. Одан кейін бізде қазіргі барахолка, яляндарға барсаңыздар, бұрынғыдай оптовик емес, қазір Wildberries'тің адамдарына жұмыс істейтін болып кетті. Яғни жалпы бизнестің тілі өзгеріп түседі болды, именно сауданы. Бүгін сіздерге Wildberries'пен айналысып жүрген адамның 5-6 адаммен кейспен таныстырамыз. Бәрі біздің YouTube каналымыздың көрермендері, біздің YouTube канал арқылы көріп, сол кәсіпті бастап, кәсіп табыс тауып жүрген жігіттер. Wildberries деген не екенін білмесеңіздер, кішігірім таныстырып кетейік. Бұл интернет-магазин, кішігірім маркетплейс десек болады. Біздің Қазақстанда Каспий болса, жалпы СНГ мемлекетінде бұл Wildberries жүреді. Wildberries'та күніне орташа есеппен 10 миллионға жуық адам кіреді. Бұлай айына енді күндік есеппен есептеңіздер, 300 миллионға жуық адам кіріп шығады десек болады. Wildberries'тің ішінде қандай товар өтеді деген сұраққа жауап беріп кетсек болады. Кез келген товар өтеді деп айтсақ болады. Ең бастысы пайдасы тиетін зат болса болады. Естеріңізде болса, Ғани деген жігітті түсіргенбіз. Қарапайым терка сатады, 140-110 теңгеден оптым алып, соның өзінен қателеспесем Ғани 6,5 мың штук 3 айдың ішінде сатты. Қарапайым китайский терка. Бір бағасы 110-140 теңге тұрады, соның өзінен 3 айда 6,5 мың терка сату деген бұл Қазақстанның нарығына 6,5 мың терканы өткізу мүмкін емес. Ал енді СНГ-ның нарығына сатуға мүмкіндік беріп отыр. Жалпы Wildberries деген қазіргі уақытта біздің Қазақстанға қазақстандық кәсіпкерлерге бір үлкен мүмкіндіктердің бірін беріп отыр. Яғни кәсіпке кірем деген адамдарға, жалпы товарный бизнеске өтем деген адамдарға. Ең басты айтқанда бірге бір істеп, Wildberries'тің тәртібімен жүріп, карточка создавать етіп жақсы сауда кірсеңіз, табысыңызды міндетті түрде табасыз. Wildberries бойынша мен өзімнің туған інімде кірді. Бүгін енді оны шақырмадық, мүмкін шақыра салу керек кетті. Қазір уақытта саудасы да жақсы, табысы да жақсы. Wildberries'ке неге кіру керек? Егер сіз маркетингтен жоқ болсаңыз, одан Instagram жүргізу, TikTok жүргізу, клиентпен сөйлесу, мен суық клиент, ыстық клиентпен бөліп, WhatsApp пен переписка жүріп сатудан бас қатырғыңыз келмесе, онда сізге Wildberries'ке кіру керек. Егер маркетингті араласпай табыс табамын десеңіз. Ең бірінші кейіпкерімізбен танысақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Есімің? Ербол. Жасың? Жасым 25-те. Жалпы оборотың Wildberries'тегі? Қазіргі соңғы айдың оборот 1,7 миллион болып тұр. Жақсы уақыттағы? Жақсы уақытта 4 миллионға дейін барды. Ең төменгі осы 1,7 миллион ба? Жоқ, ең бастапқы кезде кішкене төмен. Қазіргі уақытта? Қазіргі, иә, ең төменгі осы. Таза табыс ең жақсы тапқан? Айына сол 2,5-3 миллиондай. Аптасына қаншаға бөлінеді? Аптасына 600-ге бөлінеді. 700-800. Қанша товармен тауып отырсың мұндай ақша? Жалпы Wildberries'те 15 карточка тұр қазір. 15 товарың бар ба? 15 товар, бірақ оның барлығы бір категориялы товарлар десе болады. Мысалы? Мысалға үшін жақсы өтіп жатыр, қазір USB-лар сатып жатыр. Штукпен санағанда қанша штук саттың? Ең жақсы өткен товар? Примерно 500-600. 500-600 штук. Жалпы осы Wildberries'ке кіргеннен бастап қанша товар саттың? Жалпы кіргеннен бастап 3100-дей товар өтті. Бәрі қосың 3100-дей. Так, сол 3-4 товардың айналасында ма оның бәрі? Иә. Или 15-ке жоқ па? Оның, короче, сол 15 товардан. Қытайдан алып жатсың ба, барахолкадан алып жатсың ба? Қазір барахолкадан алып жатырмын. Қытайдан жеткен жоқсың? Қытайға шықпадым әлі. Қытайға шықсаң пайдаң өсер ме? Өседі. Жоспарда бар ма? Жоспарда бар, бірақ ол жағына қарамадым. Қытайды зерттеп. Wildberries'ке дейін қандай кәсіппен айналыстың? Wildberries'ке дейін өзім қарапайым жұмысшы болған. Кәсіппен айналыспадың, е? Кәсіппен кезінде айналысқан. Ағылшын тілі болған, мороженое сатқанбыз. Одан кейін сондай ұсақ-ұсақ кәсіптер болған. Так, Wildberries'те жүргенде қанша уақыт болды? 1 жылдан асты. Кімнен оқыдың? Алмат деген мырзадан. Алматыдан. Алматы. Так, қайдан көрдің? YouTube каналдан сіз арқылы көріп, сосын былтыр февральда келіп, Өскемен қаласынан осында оқып жатырмын. В общем, Wildberries'ке кірдім десек? Иә.
Болашағына сенесің бе? Болашағына сенемін, өйткені күн сайын спрос та барлығы артып жатыр, кіріп жатқан кісілер де көбейіп жатыр, тіпті Қазақстанның өзінен де сатып алушылар, клиенттер де көбейіп жатыр. Қатар сыртқа емес Қазақстанға Иә, Қазақстанда көп алады. Яғни біздің нарықта үйреніп жатыр. Иә, біздің нарыққа кіріп жатыр. Wildberriesте енді кәсіпке кірем деген адамдарға кеңес берер ме? Иә, Сауат таңдап жүрген адамдар. Иә, кіруге болады, тез арада жақсы өсем дегендер болса, және де Нәтижеге тез шығуға болады ма? нәтижеге тез шығуға болады. 2-3 ай емес, 1 айдың ішінде уже жақсы шығуға болады деп ойлаймын. Берген сұхбатыңа рахмет. Рахмет. Жұмысыңа береке тілейміз. Айтылған сөздің бәрін дәлелдей аласың ғой? Иә, дәлелдей аламын. Выпискасын, толық табыстарын, сатылым сандарын, штукпен барлығын экран өшіріп қалдырып кетеміз. Екінші кейіпкерімізбен таныссақ. Есімің? Жандос, Жасың? 23-те. Қашан кірдің Wildberriesке? Жарты жыл болдым, сентябрьде. Сентябрьде. Так, оборот қазір уақытта айналым? Айына среднем 2,5-3 миллион айналасында. Қанша ақшамен кірдің? Ең басында кірдім, 600 мыңмен кірдім. Таза табыс, ең жақсы тапқан? Ең таза табыс февраль айында болды менде. Ол кезде 4 миллионға жуықтай болды. Ең төмен тапқан? Ең төмен тапқаным ноябрь айында. Wildberries бастағаннан 2 айдан кейін ол ең арзаны азы сол 700 мың болды айына. Қазір уақытта табыс? Қазір кішкене слабый болып жатыр. 650 соның айналасында болып жатыр. Қанша товармен? Менде қазір екінші. Жалпы Wildberries бастағаннан бері екіншімен жүрсің бе? Жоқ, оның алдында нишалар болды. Көп нишалар андай запрещен товар болып кетті. Былай потом бағасы қымбаттап рубль түскеннен кейін маржа қалмады, сонымен ауыстыру керек болды. Қазір екеу? Қазір екеумен ғана. Ең көп сатқан штукпен товар қанша сан? Ең көп товар сатқан бір товарда карточка көп та. Мысалы 3 карточка, 4 карточкадан бар да. И каждыйына біреусінде 500 штук, біреусінде 100 штук деген сияқты солай кете береді да. Біреусінде 30 деп ана. Жалпы басы болса қанша саттың? В основном бір нишадан 1000-ға жуық шығар кетеді. Бір айда ма, 2 айда ма? 3 айда ма? Сол 3 айда шығар. 1000 штук саттың да? Иә. Қазақстанға тура сол товарны 1000 штук сатуға болар ма? Қазақстанда ма? Жоқ. Өтер ме бізде? Бізде өтеді негізі, бірақ кішкене қиындау. Ондайға өтпейді ма? Иә. Қазақстаннан алып отырсың ба, Қытайдан алып отырсың ба? Қытайдан основном. Қытайдан тікелей алдырып отырсың ба? Иә, Қытайдан тікелей базардағы дұңған браттармен алып отырмын ғой. ФБО-мен жұмыс істеп жатсың ба или складпен ба? Қазір таза ФБО-мен ғана. Енді ФБО деген не екенін кішігірім түсініп беріп кетші. ФБО деген ол товар Россияның складынан прямой клиентке барады. Ол доставкасы 1-2 күн болады. Например, Қазақстаннан 1-2 аптада баратын болса, ол жақтан 1-2 күнде барады. Из-за этого сенен продажа көп болады сенде. Ақша да тез түседі. Ақша да тез түседі, оборотың тез айналып отырады. И күнде упаковка жасап, күнде складқа Иә, барасың. аптасында бір рет бір қиналып аласың, бірақ одан кейін дальше жүре Жалпы бересің. кішкене жүйе десей, Иә. пайдасы бар ма? Иә, бар. Қайдан көрдің? Қалай? Неге бұл саланы таңдадың? Думанның досым дейсің. Иә. Менің досы. Так, Думан кіргеннен кейін артынан сен. Иә, Думанның артынан 1 айдан кейін кірдім ғой. Екеуі бірге істедіңдер негізі коллега, иә? Иә, екеуміз негізі бірге істедік, кухняда бірге істедік. Поварсыңдар. Повармыз екеуміз де. Так, құрметті достар, енді ютубта тек сырттан ғана емес, біздің өзіміздің айналамызда, туған-туыс дос-жараларда біздің канал арқылы кәсіптер бастайды, кәсіптерге кіреді. Так, бұрын кәсіппен айналысып көрмедің Алматы қысқасы? Жоқ, алғашқы кәсіп. Алғашқы кәсіп. Енді осымен соңына дейін барайын деп тұрсың ба? Құдай қаласа. Енді бұл Wildberries не болды ғой? Ступенька болды ғой, кішкене. Неге? Риск аз, кішкене қатты көп емес. Бісміллә деп кіргенге. Иә, бісміллә деп кіргенге жақсы, иә, кішкене қорқыныш аз да, риск аз. Одан кейін енді Құдай қаласа дальше өсуге болады. Алматыдан оқыдың сен де? Иә, Алматыдан оқыдым. Кеңес бересің ба? Иә, кеңес беремін. Кәсіпке енді кірем дегендерге. Иә, болады. Рахмет. Жұмысыңа береке тілейміз. Амин. Айтқан сөздердің бәрін дәлелдеп бере аласың ғой? Иә, Аха, скриндарын жібере сал. Мына жерге қосымша қосатын боламыз. Бұл жерде кейіпкеріміз Ассалаумағалейкум. Есімің? Мұхаммед Қадырбат. Жасың? 21-де. Қай қала? Ақтау қаласынан. Осы Wildberries үшін келдің бе или Алматыда Wildberries үшін келдім. Wildberries үшін келдің бе? Бұрын кәсіппен айналыстың ба? Бұрын кәсіппен айналысқан жоқ. Алғашқы ма? Алғашқы. ютубтан көрдің бе? Сіздің ютубыңызды көрдім, соңғы рет Алматы мырзаның. Сразу келдің бе или кішкене ойландың? Сразу келдім. Так, қазіргі оборот? Қазіргі оборот 1 400 000 айына. Жақсы тапқан табысы қанша? Қазір болып отыр ғой, өсіп отыр ғой. Қанша? Бір айда табысым таза пайда ма? 600-700 ғой. Так, ең бастаған кезде қанша ақшамен бастадың? Басында 400-500 бен бастаған. Сол ақшамен бастадың. Бірақ бастаған кезде ол
Қанша ниша болды қазір? Қанша товармен? Қазір менде 50-дей карточка бар, бірақ 5-еуі соның ішінде Жұмыс істеп тұрған 5-еу. Жаңа бір минусқа кірді дейді ғой. Иә. Қандай минус? Басында бастаған кезде өзімнің қателіктерімнің кесірінен бағаны дұрыс қоймаудың арқасында мың заказ түсіп кетті ғой. Қанша минусқа кірді? Миллион 100. Жібердің бе товар? Товар жүрген жоқ, аккаунт кетті. Қайтадан аккаунт аштым. Обороттан. Баға қалай қателестің? Так. Төмен жазып жүрдің бе? Иә, скидка қоямын деп ценаның бағасына скидканың бағасын беріп жүрдім. Мысалы, чехол деп есептейік та. Иә. 1000 теңге тұрады, сен қанша теңгеге қойыпсың? Соны 500 теңге қойып тастадым. Жоқ, 500 емес, 100 теңге. Мен 5000 теңге затын 500 теңге қойып тастадым. 5000 теңге затын 500 теңгеге. Қанша сағатта түсті 1000 заяқ? Бір 2-3 минутта ғой. 3 минутта 1000 заяқ ке? Боттар. Жаңа карточкаға ма? Вайберстегі сұмдық екен бе? 3 минутта салдың, 1000 заяқ түсті ме? Иә. Бір күн тұрса не болады? Сұмдық болады ғой да? Базар. Товарды айта аласың ба? Қандай екенін айта білесің бе? Қайсы жаңа кассаға кірген товар ма? Массажер ғой. Массажер ше, пистолет массажер ғой. Сонымен кассаға кіргем. Сонымен оборотның бәрі ақшасы кетті. Соған Алмат мырза көп көмектесті ғой. Көп ерекше алғысымды айтамын енді оған. Біраз көмектесті. Нең түсқамады ма? Желанияң доғы түсқамады? Сол кезде көмектескен Алмат мырза ғой. Мотивация беріп өйтіп қалдырған. 2-3 күн жаттық қой. Депрессияда ма? Так, қазір 5 нишамен сауда жасап жатсың. Топқа шыққандар бар ма? Бар. Қанша? 2. Күндік продажа қанша? Күндік продажа 15-20. Фобомен жұмыс істеп жатсың ба? Складпен? Фобомен. Жіберіп қойдың сен де? Иә. Қытаймен жұмыс істеп жатсың ба? Қазақстанмен? Қытаймен. Уж Қытайдан алдап бастадың да? Так, Қытайда поставщик кім берді номер? Алматылықтармен бе или өзіңдікі ме? Алмат мырза да берді, жалпы бірақ өзіміз де таптық жалпы. Так, Wildberries'ті кеңес бересің ба? Wildberries'ті кеңес беремін, жалпы негізі кәсіптің де оңай жоқ қой, былай қарасаңыз түрлі қиындықтар еңбегіңе сай істеймін деген адамға желаниесі болса ары қарай алып кетемін, істеймін деген адамға істесе болады, нәтижесі бар. Жұмысыңа береке тілеймін. Жақсы бол. Есіміңіз? Есімім Саржан, Жасыңыз? 51-де. 51-де. Wildberries'ке қашан кірдіңіз? Ноябрь айында 2022 жылы. Тез үйрендіңіз бе? Қиын болды ма? Бірақ тез-ақ үйрендім. Бола ма екен? Иә, болады. Бұрын немен айналыстыңыз? Бұрын өзімнің автошкола болатын, сол жерде практика и теориямен сабақ беріп сөйтіп. Қанша жыл жүрдіңіз өйткені? Біраз уақыт жүрдім. Неге Wildberries? Неге бұл кәсіпті таңдадыңыз? Өзім негізі көрейін деп едім, қалай болады сатылымға көшсем. Сол да болды. Бірақ ойлап жүргенім автошколамен айналыса берем и жаңағы Wildberries'ті ФБО-ға барлықтарын дұрыстап жасап қойсам, жіберіп қоям да. Жалпы бір мешет етпейтін кәсіпкерлік болды осы? Иә, дополнительно. Оборотыңыз қанша? Қазір 1 миллион айында. Бұл жалпы оборотыңыз, Несімен прибыль жалпы. Прибыль қанша айында? Сол 1 миллион. Ал полный айналым қанша жалпы? Полный айналым где-то 1,5 миллион шығар сондай. Так, 1 миллион табыс болса, Иә. 1,5 миллион айналым ба? Иә. Сонда 2,5 миллион ба жалпы? 1,5 миллион. Таза пайда? 1 миллион. 500 мың, сонда жаңағы рас шығын 1 миллион пайда ма? Иә. Сонда сізде пайда қанша? 80% па қанша? 90%? 80 емес, 300% болып тұр ма? Сізде ма? Иә. Пайдаңыз ба? Иә. Бір товар ма? Қанша товар сізде? Қазірше бір товар. Негізі 2 товар тұр ФБО-да. Сол. Негізі Wildberries'те көбінесе продавецтер өзінің саласын айтпайды. Яғни нишасын айтпайды. Сіздерге мүмкін жаңағыдай не отқан шығар, любопытство ұрып отқан шығар, бірақ өкінішке орай айта алмайды. Өйткені айтса конкурент көбейіп кетеді. Жақын бауырымыз айтып отыр, қателессін бір 500 теңгеге, 4,5 теңгеге 3 минутта 1000 заяқ түсті деген сияқты. Жарты Қазақстан ертең мына кісінің табағын салады да пайдасын төмендетеді. Так, түсінікті ФБО-мен жұмыс істеп жатсыз ба, складпен ба? ФБО-мен қазір. В общем, жұмысты қазір жүйеледім десеңізші. Иә. Так, қанша уақытта жеттіңіз бұл деңгейге? Бұл пайдаға қанша уақытта шықтыңыз? 1 миллион. Вообще бір 4 айдың ішінде ғой деймін. Шықтыңыз ба? Иә. Так, Таза 4 айдың топта тұр ішінде. ғой товарым сондай? Иә, бір товарым топта тұр, жаңағы айтып тұрмын ғой.
300% несі бар. Маржамен. Маржамен, иә. Алматыда оқыдыңыз. Алматыда оқыдым, иә. ютубтан көрдіңіз, біздің көрермендеріміздің бірі 50 жастағы. Енді бір саласын сіздерге көрсетіп кетейін деп тұр. Тұрып көрсетсек, құрметті көрермендер, бір жақсы бір нишасы бар екен. Бұл кісі қазір эксперимент жасау үшін жалпы тура сондай маржасы жоғары бір ниша алып келіпті. Қазір таныстырып жіберейік. Бұны қазір қосымша сатып отырсыз ғой Wildberries'те? Иә, оны алып келген сол жағына Wildberries'та аналитический программа бар. Содан қарап, мынау Wildberries'та жақсы сатылатын зат. Бірақ бұл Қазақстанда жоқ. Содан өзім ойладым да, мүмкін Қазақстанға осы затты алып келіп осы біздің қазағымызға сатамыз ба деп. Мынау декоративный коврик на лестницу дейді. Баспалдақтарға. Баспалдақтарға, иә. Екі түсті алып келгем, мынандай қоңырды алып келдім. И мынандай бежевыйды алып келдім. Негізі расцветкасы бар да? Расцветкалары бар мынау. Түстер әртүрлі, жасылы бар, қызылы бар, сұры бар, қоңыры бар. Мынандай жасылы бар, қарасы бар. Так, оның кез келген товар, кез келген кәсіп бір проблеманы шешу керек, не болмаса адамға пайда алып келу керек, оны өздеріңіз де білесіздер. Ол енді қандай пайда келтіреді адамға жалпы? Баспалдаққа. Мынаны айтайын, сразу Қытайдан өзім алып келдім. Заводына шығып, заводтан алып келдім. Мынау коврикті өстіп қойған кезде бұл жабысып қалады өзі. Клеющий емес, просто асты силикон. Иә, асты силикон. Мынандай пленкасын аласыз. Бүйтіп қоя саласыз. Өте ыңғайлы. Сұрақ туындауы мүмкін да, сырғана кетпей ма, сен аяғымен бірге бүйтіп жерге түсіп кетпей ма деген сияқты. Иә, енді олан тартып көріңізші. Былай тартылсақ, Көрдіңіз ба? Тартылмайды. сырғанамайды. Иә, адам төмен қарата баспалдақпен түскен кезде не сырғанамайды, не құламайды. Оттың бағаныз қанша? Қазір еще. Мына біреу жапырақтары түнде жанады, иә. Светті қоспай жүре бересіз, көрініп тұрады каждый баспалдақта. Қазіргі осы уақытта мынандай қоңыры бар и бежевый түсі бар. Так, құрметті достар, енді кішігірім бір жарнама, егер ниша іздеп жүрген адамдар болса, мына кісіге Каспий ссылкасы қалдырып кетеміз. Иә, Каспийда бар. Ағамыз болмаса, менеджерларға звондап номер сұрап алсаңыздар да болады. Иә, Ағасы қанша болды оптым аға? Оптам айтамын. Хабарлассаңыздар, толыққанды келіссеңіздер болады. Каспий магазинда декоративный коврик деп жазсаңыз, сол шығады осы. Жалпы біздің қазақтың үйінде тұрсын дейді осындай товарлар. Қысқаша айтқан кезде. Так, Алматты кеңес бересіз ба? Иә, Алмат енді Ризасыз ба? ризамын, өте ризамын. Енді жастар қарайдылар өзімен өзі үйреніп кетеді. Иә, сабақты өте жақсы береді. Мына барлығын түсінбеген жерін айтып береді. Ниша таңдаушы. Ниша таңдап бірге көмектеседі. Одан кейін аналитикаға үйретеді. Жағана бір жігіт айтты ғой, бағаны дұрыстап қоймадым деп. Бағаны дұрыс қоюға үйретеді. Барлығы өте ұнады маған. Алматы маған. Кеңес беремін. Ассалаумағалейкум. Есімің? Есімім Алқадыр. Қай қала? Қарағанды. Wildberries үшін келдің бе? Иә, Wildberries үшін келдім. Қарағандыдасың ба, Алматыдасың ба? Қазір Алматыдамын толыққанды. Так, қашан келдің? 6 ай бұрын октябрьда келдім ғой. Жасың қаншада? Жасым 21-де. Оборот қанша жалпы айналым? Так, мен айына 1,5 миллион. Пайдаңды бәрін қосқанда? Иә. Шығын пайда бәрін қосқанда 1,5 миллион. миллион. Так, таза пайда 50% ғой. Так, 700 мың деп айтсақ бола ма? 500 мың дейікші. 500 мың. Иә. Қашан бастадың? Так, 6 ай бұрын октябрьда бастадым. Неге Wildberries? Так, Wildberries. Неге басқа саланы таңдамадың? Біздің ютубтан келдің бе? Иә, ютубтан келдім. Сала көп қой. Иә, басында риск аз болды ше. Осыдан бастап көрейін дедім. Қашан бастадың? Басында 500 мыңмен бастадым ғой. Так, бұған дейін кәсіппен айналыстың ба? Жоқ, айналысқан жоқ. Алғашқы кәсібің ба? Алғашқы кәсібім, иә. Так, таргетпен, маркетингпен бас қатпады дейсің ғой. Иә, ондай көрген жоқпын бәке. Так, қанша товар? Так, сатқан ба? Жалпы сатқан ең. Так, қазір 2400 болды. 2400 товар сатқан. Иә. Әйел кісілер ме, ер кісілерге арналған? Ер кісілерге ғой. Әйелдер де бар, ер кісілер бар.
әртүрлі категория. Топта тұрған товар бар ма? Топта біреу бар. Біреу тұр ма? Иә. Ол қанша сатып отыр күніне? Так, күніне ма? Футболда тұрғанда күніне бір 15-20 шақты. Так, жақсы тапқан табысы қанша жалпы? Жақсы тапқан Бір айда. бір айда сол 600 мың солайша. 700-600. Табыс өсіп жатыр ма, азайып жатыр ма, қалай отырсың? Қазір Аллаға шүкір қазір көбейіп жатыр қазір. Иә, ақырын-ақырындап. Алматыдан оқыдың. Иә, Алмат Мырзадан оқыдым. Так, кеңес бересің ба? Иә, Алмат Мырзаға кеңес беремін. Разысың ба, разы? Иә, разымын. Аллаға шүкір. Сақалың бар екен. Жақсы, рахмет. Жақсы болса береке тілейміз. Айтқан сөздерін дәлелдей аласың ба? Иә, әрине дәлелдей аламын. Жібере аласың ба бәрін? Жібере аламын, иә бар. Рахмет. Есімің? Қуандық болды. Қай қала? Алматы. Жасың? 28-де. Алғашқы кәсіп па? Жоқ, алғашқы кәсіп болғанда жоқ. Біраз болғанда до этого машинамен айналысқам. Перекупщик болып. Алып сатып па? Иә, алып сатып. Одан кейін ол кішкене тоқтап қалды. Одан кейін енді жан жақтан жаңағы нелер шығып кетті ғой. Қалай айтсам болады. Дубай, Корея ме жетеді? Сондай ғой, иә. Екеуі Ол да бар. Содан кейін кішкене андай қалай айтсам болады. Шаршадың ба? Иә, ол да бар. Неге Вайлберс? Вайберсқа просто мен сіздің неңізді көргем ютубта как раз бизнес сала іздеп жүрген кезде. 200 видео бар ғой. Иә, именно сол кезде именно осы Алмат Мырзаны көрдім да. Прям андай не қылып айтты да. Топқа шығарып берем деген сөз өтті да, гарантия деген. Содан кейін келдім да оқуға. И сол Вайберс таңдадым ғой. Так, оборот қанша жалпы? Қазір айына 1,5 миллион где-то Таза сондай. пайда қанша? Сол 50% ғой тоже. 500-600. Иә. Қанша товармен? Так, 2-3 товар ғой. 2-3 товар. Аха. Не, ФБО-мен ба, складпен ба? ФБО да бар и ФБС та бар. Күнде қанша уақытын жұмсап отырсың сен? Қанша уақыт? Осы Вайлберске. Күніне ма? Негізі мен командамен жұмыс істеймін. Басында мен андай не болатын, қалай айтсам болады. Балалар дайындайды. Мен келіп чисто логистика сияқты бар ғой. Складқа апарып айтып бүйтіп сонымен сөйтіп Жоқ, жүретінмін именно да. өзің товарыңа қанша уақыт жұмсап отырсың? Көп уақыт емес. Күніне бар ма? 1-2 сағат шығар. Қалған уақыт боссың ба сонда? Қалған уақыт бос қой. Қалған уақытта басқа да нелерім бар. Жұмыстарың бар, спокойно жұмыс қосымша істеп табыс жүремін. ретінде қарап жүрсің ба сонда? Қосымша болғанда да Қарауға тоже болады. табыс ретінде қарауға болады. Қанша ниша сенде? Менде қазір 3 ниша бар. Топта бар ма? Бар топта. Ол Топқа қазір шығарып бердің футболда. ба, өзің шығардың ба? Шығардық қой өзіміз. Сол үшін келдің ғой негізі? Иә. Категория қандай? Ойыншықтар ғой менде. Балалардың. Балалардың ойыншықтары. Арзан ойыншық па, қымбат ойыншық па? Арзан. Кукла ма, машина ма дейін? Жоқ, ондай емес. Басқа ойыншық ол. Қанша штук саттың? Қазір 715 где-то сондай Қанша штук. уақытта? Так, мен сентябрьдан бастап қой. Содан бастап неттім. Бұл бір товарыңда, иә? Жоқ, общий товар. Общий товарың. Иә, просто маржинальность жақсы да бұл товарда. Қанша процент? Ағам сізген сұмды ғой. Бізде қазір мен ойыншық сатып жүргенбіз. Оның маржасы енді сұмдық бір где-то 1000% десем де болады меч. Мысалы қалай? 100 теңгеге алдың, 1000 теңгеге саттың ба? 1300-ге алдың, 12 000-ға саттың. Сондай маржа болды да, и одан кейін қазір кішкене төмендеп барады, өйткені конкуренттер көбейіп кетті да. Қаншаға төмен? Біраз қазір 1-1 қалып жатыр ғой. Сондай ол товарда қымбаттап кетті. Маржаң жақсы болды. Иә, сол болды. Так, Вайлберсте кез келген товар өтеді дегенге қалай ойлайсың? Иә, кез келген өтеді, главный. Барлық үлгіде тұрған, жалпы сатылымда тұрған кез келген товар сатыла ма? Иә, сатылады. Жаңағы SEO оптимизация солардың бәрін реттеп, карточканы әдемілеп салса. Жалпы адам өміріне керекті дүние болса, иә, 100% өтеді ғой? Өтеді, 100%. Так, жаңа айтып отырық, күніне 10 миллион адам кіріп шығады екен деп. Жаңа бауырымда айтып отыр, қателестім. 1-2 минуттан 1000-2000 заказ. Мен соны айтамын да, сонда 1-2 минуттың ішінде 1000-2000 адам қарап отыр ма, не аңдып отыр ма, не істеп отыр олар? Именно сол бір товарды күнде қанша адам іздейтінін көрмедіңдер ма? Ондай статистика Қазақстанға сатып отырсың ба, Россияға сатып отырсың? Россияға. Қазақстаннан Основном Қазақстаннан да алады, өйткені мен қазір ана ФБО-ға жіберген заттарымды ФБС-пен де түсіп жатыр да, именно осы Алматыдағы складынан. Так, Қытаймен жұмыс істеп отырсың ба, Қазақстанмен? Иә, Қытаймен жұмыс істеп отырсың ба? Қытаймен барахолкаға қарағанда қанша есе пайда көресіңдер? Біраз 3-4 есе шығар? Иә. Лучше Қытаймен жұмыс істеген дұрысырақ та. Так, түсінікті болды. Енді бұйыртса 1-2 миллион пайдаға шығу қашан? Бұйырса шығамыз уже. Бар ма? Иә, бар. Вайлберстен алыстайын деп тұрсың ба, или кірейін деп тұрсың ба толық? Толығымен уже кірдік қой біз полностью осыда. Осымен ғана десең. Иә, осылай. Кеңес бересің ба? Иә, кеңес беремін. Машина сатқан дұрыс па, или Вайлберсте дұрыс па? Вайберс дұрыс қой, машинадан айына бір
200 400 500 қалады мында деген уже и то ол когда как болады да. Иә, пахать етіп жүріп, ол когда как бір ай 2 ай 3 ай тұрып қалады, кейде болады. А мында деген уже айына стабильность бар да. Өзің жұмыс істеп еңбектенсең стабильность бар. Рахмет, жұмысыңа береке тілейміз. Құрметті достар, ең бастысы жұмыс істеу керек, айтқанды бірге бір істеу керек. Алмат піс аузыма түстеген жоқ, жатып ақша ешкім таба алмайды. Құрметті достар, қазір енді Алматтың өзімен сұхбатымызды жалғастырайық. Алмат естеріңізде болса, осы Wildberriesке кіріп, ең алғаш өзінің үйін алған болатын. Одан кейін көлігін алды. Қазір уақытта қосымша тағы да бір кәсіп ашыпты Wildberriestен бөлек. Әйтеуір күнделікті пайда түсін деп сол кәсібіне қарай барамыз. Алматтың өзімен сұхбатымызды сол жерде жалғастырамыз. Енді қазір көрген адамдар бұл Алматтың кейстарының бір четі ғана, негізі кейстары өте көп. Сондықтан сұхбатымыздарға Алматпен жалғастырамыз. Wildberries саласы сізге қызық болса, жалпы кімнен білім аларыңызды білмей жүрсеңіз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрметті достар, сұхбатымызды жалғастырайық. Алматтың өзімен танысақ. Ассалаумағалейкум. Есімің? Алмат. Алмат бізде бір емес, бірнеше рет түсті деп айтсақ болады. Мынау 3-ші видео, иә? Үй алғанда түсіргенбіз, көлік алғанда түсіргенбіз. Жалпы енді кәсіп бастап жатыр, сол кезде тағы да шақырды, нәтижелермен бөлісейік деді. Одан кейін олар сенің каналыңнан нәтижеге шыққан адамдар деді. Бізге де қуаныш, біздің YouTube каналымыздан осы көрермендер барып оқып нәтижеге шығып табыстап айына 500 миллионға шығып жатса, бұл да біздің каналдың әйтеуір бір нәтижесі деп айтсақ болады. Жалпы Алмат қанша адам оқыттың негізі? 250 адам оқыттым. Қанша пайыз нәтиже? 70% нәтиже. Енді өткен бір видеода біз тоже біраз кейстерді көрсеткенбіз. Ол жерде де әйел кісілер болған, жас балалар болған. Былайша айтқан кезде кейсі көп негізі Алмат сенде. Көп. Біздің YouTube каналдан келгендер де біразы бар. Иә, көп келді. Жалпы Алмат Wildberriesке миллионға шығу оңай ма? Айтқанды бірге бір істесе түстеуге болады. Шығуға болады. Қанша уақытта? Негізі ең шустрыларым 2 айда аптасына миллионға шығып жатыр. Оборот. Яғни айына 1 миллион табысқа шығып жатыр. Айына 1 миллион таза. Қанша товармен шығады? 3-4 товар жеткілікті ғой негізі. Негізі сендерге келіп оқыса неше таңдап бересіңдер ғой? Басында 1-2 неше таңдап береміз, арға әдісін үйретеміз ғой, біз өзіміз қалай іздейтін әдістеріміз. Сен өзің айттың ғой, бізде белгілі бір схема бар, жолдарымыз бар. Иә, миллионға шығудың жолы, топқа шығудың жолы, 6 ранжировкасы бар топқа шығудың қазір Wildberriesте. Қазір біреуін айта кете салайын, енді лайфхак болсын сіздерге. Қазір последний шыққан ранжировка қазір рейтинг товары. Егер рейтинг товарыңыз 10 болмаса, топқа шыға алмайды. Тағы 5 еуро одан басқа. Яғни фишкалар. Фишкалар. Топқа шығу оңай ма сонда? Оңай негізі топқа шығу. Дұрыстап істесе. Дұрыстап бірге бір істейтін болса. Өзің жалпы қанша уақыт болды Wildberriesте жүргеніңе? 1 жыл 4 ай болды ғой. Қазақстан бойынша жалпы Wildberriestен мамандардың ішінде өзін қаншаншы орынға қояр едің? 10 адамның ішінде. 10-дыққа кірем деп айтасың, иә? Қанша товар саттың? 31 мың товар саттым. Так, қанша топта тұр товардың? 30 топта бір 15-і бірақ жақсы өтіп отыр ғой. Wildberriesке кіргеннен бастап сатып жүрген товарың бар ма? Иә, наушниктер қос, андай таблеткалар бар емес па? Қанша наушник кетті? 4000-дай 5000-дай кетті ғой. Осы күнге дейін ба? Именно наушник саласымен, бір товармен. Так, кеше ФО-ға товар жібердім дедің. Иә. Қанша миллионға? 8,5 миллионға товар жібердім. Наушниктар ма? Наушниктар. Бәрі ма? Иә. Так, күндік пайда қанша Алмат? 133 мың теңге ғой. Таза пайдам. Күндік пайда. Таза пайдам. Аптасына қанша пайда болды? Аптасына 1 миллион, 1 миллион болады таза пайдасы, обороттан бөлек. Плюс-минус 1 миллион. Иә. Яғни айына 3-4 миллион табамын деп айта аласың ғой? 3-4 миллион арасы табамын айына, таза табыс. Дәлелдей аласың ғой? Иә. Енді курсқа қарай келетін болса, курсқа жетпес бұрын мына жерден кішігір магазин жайлы айтып кетті. Мына жерде не сатасыңдар? Неге бұл салаға кірдік? Ар жағында цех бар. Цехты да кадрмен көрсетеміз. Өзің кірдің бе, инвестор болдың ба? Инвестор болдым. Кімге? Ағама өзімнің. Неге? Табыс көзін көрдім, кәдімгі счеттарын көрсетті. 1 жылдық табысын көрсетті. Одан барып осы магазин ашайық деді. Келістім, 50-ге аштық. Қосымша табыс ретінде қарау. Қосымша табыс ретінде. Так, Wildberriestен басқа негізі кәсіп жоқ. Осы кәсіп қой бұл. Чисто Wildberries болғанда. Екіншісі осы ночной. Бұл жерде ночной кеседі, өндіреді деп айтпайық, кеседі и плюс қосымша расходниктарын сатады. Енді бір Wildberriespен Алмат енді үй алдың, көлік алдың, енді кішігірім кәсіп аштың. Ары қарай жоспар қандай? Осы айлық табысымды 10 миллионға жеткізуге таза пайдасын Wildberriestен. Ол үшін қандай бір не бар ма? Стратегия бар ма? Стратегиям бар. Қазір оборотты көбейтіп отырмын қазір. Бүкіл шыққан ақшаны қайтып Wildberriesке салып отырмын қазір. Алдын үймен машинаға жұмсап қойып едім, жиналған ақша. Оборот кішкене түсіп қалды. Оборот түсіп қалды. Енді түгел қайтып Wildberriesке салып жатырмын қазір. Қытайдан товарларды қазір 10 миллиондап, 5 миллиондап товар алдырып жатырмыз. Негізі Wildberriesте неше атаңда оңай ма? Саған өзің үшін.
5 минуттың өзінде мен келген оқушыларым біледі, 5 минуттың ішінде бір 10-20 ниша тоқтап тастаймын. Просто отыру уақытым болса болды ғой. Бір отырсам 5-10 минутта бір 10. Бұл аналитика жасау деп аталады ғой сондай, анализ жасау рынокта. Оған бар мүмкіншілік бар ғой. Үйретемін ғой, сол именно қалай іздейтінін өзім фишкаларын көрсетемін ғой. Негізі топқа шығару мысалы схемасын білесіңдер, дұрыс па? Иә. Ниша таңдаудың схемасын білесіңдер. Проблема жоқ қой онда. Бізде проблема жоқ. Ең жұмыс істесе болды ғой әйтеуір. Істейтін адам болса проблема бірге жоқ. бір істесе болды. Ниша таңдап бересіңдер, схеманы үйретесіңдер, топқа шығаруды көрсетесіңдер. Ең басты айтқан жасау керек, дұрыс па? Басында бір екі ниша таңдауға көмектесеміз, әдісін көрсетеміз, ары қарай өзі алып кету керек қой. Ең басты айтқанды бірге бір істесе болды. Қанша пакет бар курс? 2 пакет бар, біреуі VIP пакет, біреуі стандарт пакет. Бағалары? Стандарт пакеттікі 200 мың теңге, VIP пакеттікі 500 мың теңге. 200 мың теңгеде не кереді сол? Ниша таңдау? Ниша бағанағы айтқанымыз. бәрі кіре ма? Бәрі кіреді. Ол разницасы тек қана 500 мың теңгелікте 2 ай бойы ниша жіберіп отырамыз ғой. Қосымша, қандай товармен айналысу керек? Иә. Ниша деген күніне жүресің, аптасында? 3-4 күнде, бір аптада бір рет қалай қол босайды 10-20 ниша, бір 5-10 минут отырамын да 10-20 ниша. Онлайн ба, офлайн ба? Офлайн. Кәдімгідей живой үйретеміз. Сопровождение қанша уақыт? Бізде тек қана практика. Негізі бізде сопровождениеде уақыт жоқ бізде негізі. Любой проблемадан 1 жыл 4 ай алдын ең бірінші ашқан кезімізде 1-2 адамдар келген адамдар әлі келіп жүреді ғой енді. Мәңгілік кезде сопровождение. Сондай болып тұр ғой енді өзіміз тірі болсақ, Wildberries аман болсақ. Команда кіруің, яғни стандарт эконом пакетті алса 200 мың командаға кіреді, дұрыс па? Иә. Так, бұрын енді командалардың ішінде не бар еді ғой, табыспен жарысу деген. Өзінен табыстар озғандар бар ма сенен? Мен сияқты айына таза табыс бір 2 миллионнан жоғары тауып жүргендер бар. 3-4 миллионға дейін тауып жүрген бір 10 шақты адамым бар. Алматыда ма? Алматыда, иә. Қанша уақытта шықты бар? Өтірік алдамай ақ қойсаң 6 айда шықты. 6 айда шықты. 6 айда шықты. Енді 6 айда 4 миллионға шығу өте керемет. 6 айда 4 миллионға шығу. Одан жаңа бір ағамыздың кейсі 300% пайда табамын деді. Иә. Wildberries'те сондай нишалар көп па? Маржасы жоғары. Бар. Жете ма? Жетеді. Ниша сен таңдап бердің бе, өзің таңдадың маған? Бірге таңдадық. Бірге таңдадым. Ол кісі именно сол кісі VIP пакет алған. И содан барып ол кісіге жеке таңдасуға көмектестім, бірақ 1 ай бойы таңдадық қой. Ниша ананы деді, мынаны. Жаңағы жігіттердің бәрі VIP па? Жоқ. Эконом. Бәрі эконом. 200 мың теңге. Иә. Так, құрметті достар, екі түрлі пакет бар. 500 мың, 200 мың егер оқимын десеңіздер, жалпы Wildberries бойынша Алматы қаласында офлайн болады. Қанша уақыт үйретесіңдер? Қанша уақыт үйретеміз? Негізі 7 күн ғой. 7 күн обучение, 7 күн практикум ғой. Практикада не болады? Живой ФБО жібереміз товарды. Так, ФБО-ны үйретесіңдер ғой ше? ФБО, ФБС. Қытайдан товар заказ береміз десеш. Харго номерлерін береміз, өзіміз алып жүрген харго. Сенімділер. Иә, сенімділер. Барахолканы былай не бар ма, тур жасау? Түгел көрсетеміз ғой. Практика бізде курс емес, бізде практикум ғой. Бәрі живой ғой. Дайын бизнес береміз десе? Солай айтсақ та болады. Клиент бар енді, біз просто сол клиентке сатуды үйретеміз ғой. Так, барахолканы көрсетесіңдер, поставщиктер бересіңдер, ФБО-ны үйретесіңдер, Ресеймен жұмыс істеу, Қытаймен жұмыс істеу поставщиктерін бересіңдер. Сала таңдау жағында көмектесесіңдер. Басында сала іздеуді үйретесіңдер. Ол арнайы программа бар ма жерде? Арнайы программа бар. Сызылған схема кәдімгі бәрі сол схемамен жұмыс істейді. Миллионға шығып жатқан бағанағы мен сияқты тауып жүрген табыстағы 10 шақты кісі бар дедім. Ол 10 шақты кісілердің бәрілері схемамен жұмыс істейді өзіміз. Так, ФБО-ға өтсе Алматы неге жұмыс жүйеленеді, дұрыс па? Басында екі жақпен де жұмыс істеген дұрыс. Кейіннен егер 4-5 айда егер жақсы бір нишалар шығатын болса, тек қана ФБО-мен сатып жүре беруге болады. Яғни ФБО-ға өткізіп қойдың, ары қарай жүре бересің. жүре бергенде басқа нишаларға қарай дамыта берсең де болады. Ең жақсы өтіп жатқан товарлар қандай Wildberries'те қазір? Негізі көп қой ондай. Балалардікі ма, әйелдердікі ме, еркектердікі ме? Электроника, косметика, детский товарлар, игрушкалар, ол түрлері көп жүреді. Телефон сатып көрдің бе өзің? Nokia телефон сатқам. Әлге дейін сатам. Nokia телефон. Қанша саттың? Күнде. Жақсы кездерінде өткенде, ең жақсы болған кездерінде өткен бір күнде 2 миллион теңге заказ түсті ғой. Ана соғыс басталған. Ресейде ме? Иә. Бір күнде 2 миллионнан 3 күнде 6 миллионға заказ түсті, сонымен оборотым жетпей қалды, сонымен карточканың бәрін нөлге қоюға тура келді. Осында заказ көп десе проблема. Содан бәрін нөлге қойдым одан бар. Негізі Wildberries'те клиент таппай қалу деген мүмкін бе? Мүмкін емес негізі. Адам менің сөзімді ұқпаса, онда табылмайды, бірақ ең бастысы дұрыс істеу керек. Иә, SEO-сын бәрін айтқаны бірге бір. Иә, бәрін бірге бір істейсің. Жаңа айтып жатыр да, бір қателесіп қалдым, 1-2 минут 2-3 мың келеді тапсырыс жасап жіберді. Біз 100 рет айтамыз обучениені. Жоқ, мен айтамын да, бұл жерде бұл спрос не деген деймін да, сұмдық. Ол жерде әр товардың өзінің спросы болады. Например, просто әшейін нені алатын болсақ, носкидің өзін алатын болсақ, бір күнде 1,5 миллион адам іздейді, бір күнде. Носкиді ма? Wildberries'те? Ең арзан сатсаң да сатылады ғой қысқасы. Ең арзан Омса дегендер брендтар негізі өте қатты өтеді. Бір күнде 1-2 миллионға рубльға заказ түседі.
ол жерде 1-2 миллион дегеніміз 2 газель носки бар. Негізі мысалы кірдің заказ көп түссе заказды азайту үшін нетуге болады ғой, управлять етуге болады ғой заказдарды. Заказдарда негізі товарыңыз таусылып жатса бағасын көтеріп отырасыздар ғой. Соған соответственно азая бастайды. Ағаларға заказ керек болса түсіре бересің. Бір товардан топқа шығып алсаң пайдасы не? Негізі 5-ақ товар Топ. Просто біз басында көп количество сдавать етіңіз деп ниша іздеуге мысалы тестировать етеміз да, мына ниша жақсы өту керек, мына ниша жақсы өту керек деп SEO-сына қарап. Кейіннен бірақ негізі бір 5-ақ товар топқа шықса былай жетіп отыр ғой. Аптасына уже миллион спокойно. Так, жастарды оқыттың ба, үлкен кісілерді оқыттың ба көп? Көп үлкен кісілерді оқыттым. Копировать ставиттен бастап үйреттік. Қиналып кеттік бірақ өзіміз. Негізі жастарды үйреткің келе ме, үлкендерді үйреткің? Жастарды үйреткім келеді, конечно. Жастар тез алып кетеді. Үлкендерге сол оқытасың ба? Оқытамын. Так, құрметті достар, қысқаша айтқан кезде Алматыда қазір команда бар, офистары бар, қосымша курс ретінде оқытып жүр. Енді Wildberries'те көбісі айтуы мүмкін, өз салаңды неге оқытасың деп. Wildberries'те конкурент деген сөз жоқ шығар? Бар негізі, бірақ конкурентті айналымда жолдар көп. Жоқ, мысалы бір адам кіріп жатса, мысалы конкурент болмайды ғой Wildberries'те, товар бір адам сата бересің ғой. Иә, сата бересің. Қанша адам кірсе де әркім өз товарымен кіреді ғой, дұрыс Иә. па? Құры мысалы жерде мысалы атерка тұр, сонымен де кіріп кеткен адамдар бар ғой. Иә, бар. Инструментте қатты өтеді дейсің мен жалпы. Болгарка деген бар. Иә. Былайша айтқан кезде хоть 1000 адам кірсін, 100 продавец кірсін, 2000, 10 000 кірсе де әркім өз бір-екі товармен кіреді ғой. Әркім өздікі. Қаншама миллион товар бар, соның ішінен әркім өздікін таңдап, өзіне жарасатынын кіреді, сонымен табыс табады, дұрыс па? Негізі бір сөз айтып жіберсем болады ма? Алдыңғы видеода біз гарантия жайлы айтқан едік, күшті үйреніп деген қайтарып береміз деп. Бірақтан көп кісілер негізі соған сеніп алады екен да, негізі жұмыс істемей қояды екен. Біз сол гарантия дегеннің орнына біз негізі бірге бір істесе деп айтсақ өзгертсек па деп. Өйткені 200 мың теңгелік кім курс алды, көп нәтиже шығарды. Бірақ кім гарантия дегендерге просто ниша сұрай береді да. Жатып алады десе. Өздері іздемейді ешнәрсе. Үйреткен әдісті қолданғысы келмейді. Ақша төледім ғой, гарантия деп айттың ғой деген сияқты болады. Ол бірге бір істемейді да біздің айтқанымыз. Алматыда ғой бірге бір істеп айтқаның. Бәрін жақсы істесе результат болады ғой. Болады болғанса. Өзіңнің деңгейіңе шығу үшін 6 ай уақыт жетеді ғой. Негізі спокойно жетеді. 3-4 миллион табу үшін. Жетеді. Өзің Wildberries'те қанша ақшамен бастадың Алматыда? Ойбай, 2,5 миллион деген кредитпен бастадым. Ол қадалып 0-мен басталдық. Мен 2,5 миллион зат алып тастадым да. Мен 2,5 миллион. 0-мен кірдім ғой, таксовать еттің, бүйттің, сөйттің, инвестор боладың. 300 мың адам біреуден 100 мың, біреуден 30 мың алдың. 0-ден бастадың ғой. Өзіңнен де алдық қой. Steam деген адамға негізі бір есіктер жабық емес. Steam жасаймын деген болсаңыздар, Алматы тұр көз алдарыңызда. 0-ден бастаған. Оқыды, көрді Wildberries деген не екен. Түсінді алғашқы кәсібі қазір енді осы Wildberriespен жағдайын толықтай жасады. Егер кейбір адамдарда күмән болса, келіңіздер, номер қалдырып кетеміз. Звондаңыздар, танысыңыздар, үйін көріңіздер, көлігін көріңіздер, кәсібін көріңіздер, барлығын адресімен қалдырып кетсек болады. Оборот выпускасын бәрін мына жерге қалдырамыз, қарап таныссаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жалпы қандай кәсіпке кіреріңізді білмей жүрсеңіз, маркетингпен бас қатырмай бір дайын клиентке жұмыс істеймін деген, мысалы тендер сияқты ғой, бірақ тендерде конкурент көп. Бірақ тендерда жақсы. Дайын клиентке жұмыс істеймін десеңіздер, ең басты товар салып отыру қызметіңіз болса, міне Wildberries'ке кірсеңіздер болады. Кәсіптегі алғашқы қадамыңыз болса да, Wildberries'ке кірсеңіздер болады. Барлығы сіздерге бүйтіп көрсеткенде жақсы емес. Ең бастысы айтқанды бірге бір істесе, ерінбесе, жұмыс жасаса, негізі жеңіл, табысқа шығып кету. Ал енді аяқ қолды көтеріп жатып алсаңыз, еңбек етпей, бір жерді көтермей, әрине табысқа шықпайсыз, наоборот, минусқа шығасыз. 500 мыңдықтың артықшылығы сода ғана ғой, қысқасы. Ниша постоянно жіберіп отырасыңдар. 2 ай бойы жіберіп отырамыз. Так түсінікті болды. Енді алда мысалы жаз келе жатыр. Жақсы уақыттардың бірі деп айта аласың ба? Өте жақсы. Сезондардың бірі ғой. Нишада көбейеді ғой, сатушылықта көбейеді ғой. Жазда бассейнді өлтіріп жатқанбыз. Примерно нормальный уақыттар келе жатыр ғой, қысқаша айтқан кезде. Кіретін уақыт па? Иә, кіретін уақыт. Және де ана лестница для бассейна дегендер солар жетпей қалды ғой бізде вообще. Барахолкадан бассейн, лестница бассейн вообще қалған жоқ. Өз әр сезон басталып отырады, сол сезон кезде барахолкада бітіп отырады ғой соның барлығы. Біз негізі Қытайдан алдыратынымыз сол ғой, количествоға ертең біреуге тәуелді болмау үшін. Так, түсінікті болды. Так, Алматы жұмыстарға тоже береке тілейміз. Рахмет сізге. Өсіңдер, дамыңдар, құрметті достар. Кәсіпке қандай кәсіпке кіреріңізді білмесеңіз, Wildberriespен бассаңыз болады, біз кеңес береміз. Номер мына жерде тұр, хабарласыңыздар. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау